Саламатсыздар оқушылар. Отырыңдар. Көңіл-күйлер қалай балалар? Ал балалар, серік төсаты ретінде сен бір-бірімізге жақсы тілек айтайық. Зайнат, мен саған өмірдегі бар жақсылық тілеймін. Қалаған армандарыңа жетуін денсаулығың мықты болсын. арманың өмір бақытты бол. Қалаған оқу орнына түс. Өмірің бақытқа толсын. Үнемі сабақ есту. Өмірің қуанышқа толсын. Екі күнде де бақытты бол. Өмір жасың сау болсын. Бақытты бол. Денсаулығың мықты болсын. Аспаның ашық болсын. Отбасың болсын. Бақытты бол. Ал балалар, бүгінгі тақырыбымыз квадрат үш мүше. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты ол үш мүшеден екі мүшенің толық квадратын бөлу. Алдымен балалар үй жұмысын тексеріп алайық, жарай ма? Ол үшін барлығымыз тақтаға қараймыз. Және біз үй тапсырмасын тексеру үшін рандом әдісін қолданамыз. Барлықтарының да қараңдар. Қазір біздегі бүгін сыныпта оқушыларды аламыз. Ал кім бүгін үй жұмысын айтады екен? Назым. Ал Назым, Арқабай Назым, бүгінгі үй жұмысын айта ғой. Менде x2 азайтылған 2x азайтылған 35 тең 5x және x азайтылған 7 шықты жауабы. Жауабы қанша шықты да? Толық жауабы? x плюс 5 x азайтылған 7. Балалар дұрыс па екен? Иә. Ал молодец, жарайсың. Келесі тағы да бір оқушыны істейік, жарай ма? Тағы да бір оқушыны сұрайық. Келесі оқушы кім болады екен бізде? Так, Інжу, бізде үй жұмысын айта ғой. Екіншісінің жауабы 2x азайтылған 1 және де x азайтылған 3. Бала дұрыс па екен? Иә. Ал жарайсың, шапаламыз. Олай болса, ары қарай жалғастырамыз. Бізде балалар бірінші сабағымызды қайталап алайық. Ол үшін біз не істейтін едік? Сабақты қайталау үшін мынау Вордсвол бағдарламасы арқылы сабағымызды жалғастырамыз. Ал балалар, енді сабағымызды бастамас бұрын барлығымыз топқа бөлініп алайық, жарай ма? Ол үшін біз мына жердегі рандомус бағдарламасын қолданамын. Барлықтарын тақтаға қараңдар. Барлығымды 3 топқа бөлемін. Қараймыз балалар. Бірінші топ бізде бір мүше тобына Ернұр, Арайлы, Мадияр, Мейіржан, Арқабай Назым, Еркежан отырады. Бірінші топ. Екінші топ Рамазан, Інжу, Бұлбұл, Зайнат, Мейірман отырады. Үшінші топ Алшынай, Балжан, Гүлнұр, Медей, Гафар, және де Назым. Топқа бөлініп болсақ, енді біз Wordle бағдарламасы арқылы сабағымызды пысықтаймыз. Бірінші, бұл жерде барлығы 6 сұрақ бар. 3 топқа 2 сұрақтан болады. Әр топтан 2 оқушыдан шығып, мынаны белгілейтін боламыз. Ең бірінші, квадрат 3 мүшені балалар. Көбейткіштерге жүктеу керек. Кім шығады? Бірінші топтан шыға беріңдер. Біріншісіне, келіңдер балалар. Кез келген өздерін келесі шыға беріңдер. Біріншісі, квадрат 3 мүшені көбейткішке жүктейміз. Қайсысы болады екен? Аха, дұрыс. Келесі оқушы шығарыңыз. B квадрат теңдеу белгілеу Ернұр. Кел. Аха, дұрыс. Келесі екінші топтан шығамыз. Ал, Інжу келе ғой. Толымсыз квадрат теңдеу деген қайсысы белгілеу ғой? Келе ғой, толымсыз. Толымсыз квадрат теңдеу. Келесі. Бұл келе ғой, келесіне. Квадрат теңдеу дегеніміз қайсысы бізде? Тез етеміз балалар. Бұл уақытқа көрдіңіз ме балалар? Квадрат теңдеу. Жарайсың. Үшінші топтан Назым келе ғой. Бізде квадрат теңдеудің бір ғана түбірі болады. Қай кезде? Егер түбінің мәні нөлге тең болса, Алшынай.
келтірген квадрат келе белгілейміз. Ал жарайсыңдар. Ал балалар, енді тексеріп көрейік. Кәнекей балалар. Яғни барлық белгілеген жауаптарын дұрыс екен. Жарайсыңдар. Енді балалар, ары қарай жалғастырамыз. Біздер барлығымыз жұптық жұмысты орындаймыз. Мінекей, қазір тақтадан көрсетейін. Назымды бірге орындайды, Мадияр мен Мейіржан бірге орындайды, Екежан мен Арай орындайды, және де Жасұлан. Ал балалар мына жердегі осы тапсырмаларды қазір орындайсыңдар. Мен сіздерге қазір бағалы парақтарын таратамын. Топ басшылары, топ мүшелерінің балдарын қойып отырыңдар. Сабақ соңында осы бойынша сендерді бағалайтын боламын. Жұптық жұмысты орындап болсаңдар, енді тексерейік. Яғни бізде дискриптор бойынша біз берілген бойынша квадрат үш мүшені құрастырады. Квадрат үш мүшені көбейтгіштерге жіктейді, және де ең соңында бөлшекті қысқартады. Яғни барлығы 3 баллы тапсырма етін. Ал енді бірінші жұмысты кім айтады екен бізде? Мадияр, айтасың ба? Аха, келе ғой. Бірінші жұмысымыздың жауабын оқи ғой. Жауабы x азайтылған 5, x қосылған 2 тең 0 болады. Балалар, жауап дұрыс па екен? Жарайсың, онда бұл жерде бір баллы тапсырма, яғни 1 балл жарайсың. Келесі тапсырмаға бізде екінші топтан, үшінші топтан кім айтады? Ал айта ғой, келе ғой Мерей. Бұл жерде бөлшекті қысқарту, мұнда барлығы 2 балл тапсырма, ал түсіндіре ғой. Бөлшекті қысқарт деген, ал мұнда x квадрат плюс 6x минус 7. Бөлімде x квадрат минус 7x плюс 6. Бұны дискриминатқа келтіріп аламыз. Бірінші алдындағы дискриминатқа келтіреміз. Яғни d тең 6-ның квадраты минус 4 көбейтілген 1 минус 7 тең 6-ның квадраты 36 плюс 4-ке 7-ні көбейткенде 28 болады. Қосамыз 64 болады. 64-тен түбірі 8 шығады. Яғни бізде екі түбірін тауып аламыз, оны үшін формулаға салатын боламыз. Яғни нақтағы плюс минус болып барады, яғни минус 6 минус 8 бөлінген 2. Минус 6 минус 8 минус 14 болады, минус 14-ті 2-ге бөлгенде минус 7 болады. Екінші түбірді тапқанда минус 6 плюс 8 бөлінген 2. Яғни минус 6 плюс 8 бұл 2 бөлінген 2, яғни жауабы 1 болады. Келесі бұл бөліміндегі есепті шығаратын болсақ, бұл дискриминат тең минус 7-ның квадраты минус 4 көбейтілген 1 көбейтілген 6. 7-ның квадраты 49, 4-ке 6-ны көбейткенде 24 болады. 49-дан 24-ті азайтамыз, 25 болады. 25-дің түбірінен 5 шығады. Бұдан да екі түбірді тауып аламыз. x1 тең 7 минус 5 бөлінген 2. 7 минус 5 2. 2-ні 2-ге бөлеміз 1 шығады. Екінші түбірді тапқанда 7 плюс 5 бөлінген 2. 7-ге 5-ті қосқанда 12 болады, 12-ні 2-ге бөлеміз 6 болады. Бұны да 3 мүшеге келтіріп алатын боламыз. Одан кейін бұл 3 мүшеден шыққан санда, яғни x минус 1, x минус 6 шығады. Одан кейін ары қарай шығаратын болсақ, бөлшекті қысқартамыз. Толық жауабы x плюс 7 бөлінген x минус 6. Жарайсың. Енді біз деңгейлік тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең бірінші бізде А деңгейінің есебі. Дискриптор бізде квадрат үш мүшені көбейтгіштерге жіктейді, және де бөлшекті қысқартады. А деңгейін орындаған балаға 1 балл, В деңгейінде 2 балл, және С деңгейінде барлығы 3 балл бар. Енді балалар тақтаға шығып орындаймыз. Бірінші топтан бізде кім шығады? Бірінші есепке. Жастар балалар, Арай келе ғой. Келесі екінші есепке кім шығады? Ал балалар, Жасұлан. Үшінші топтан кім шығады бізде? Жоқ, онда бізде Гүлнұр шықсын, иә? Аға, жарайды. Енді бірінші Арай есебін жаза ғой. Аға,
жеке бешемін. Біріншісі x квадрат азайтылған 6x қосылған 5. Келесі аха. Алтасылар айта қойыңыз. Biz birinchi o'sha tenglikni 2 ga bo'lib olamiz. Жарайсың, дұрыс бөліп ал. X 2x квадрат берілгенде. X minus 2x minus 3 endi ары қарай biz diskriminant tabamiz. Аха, таба қой. Diskriminantning formulasi 1 kvadrat minus 4ac. Жарайсың. Яғни дискриминант есептейміз. Bizde b minus 7 teң, so'ng minus 4 ko'paytirilgan 1 ko'paytirilgan minus 3. Сонда дискриминант бізде қанша шықты? Biz basında belirli tenglikni 2 ga bo'lib olamiz. Сол кезде x kvadrat minus 2x minus 3 teң 0. Odan keyin biz o'sha tenglikning diskriminantini topamiz. Ya'ni diskriminantning formulasi 1 kvadrat minus 4ac. Bizde b 2 ga teң, a menusi 1 bilan minus 3 ga teң. Сол кезде bizde diskriminantdan minus 16 chiqadi. 16dan bizde tuburdan 4 chiqadi. Endi biz x'larning tuburlarini topib olamiz. Ya'ni bizde birinchi tubur minus 1 ga teң, ikkinchi tubur 3 ga teң. Endi o'sini ko'pmishiga keltirsak, yaxshi ishli x minus 1, yaxshi ishli x minus 3 teң 0. Жарайсың, барлығы дұрыс иә балалар? Отыра қой. Келесі арай. Есептің берілген x квадрат азайтылған 6x қосылған 5-тен 0. Ең алдымен мен дискриминантты тауып алдым. Ол 16 шықты, және де одан кейін түбірлерін таптым. Бірінші түбірден 1 шықты, екінші түбірден 5 шықты. Одан кейін x-ті x минус 1 көбейту x минус 5-тен 0 шықты. Жарайсың, дұрыс. Берілгені x квадрат қосылған 5x қосылған 4, x қосылған 4. Біз алдына түспей бөлімін дискриминант формуласына саламыз. Яғни b квадрат азайтылған 4ac. Дискриминантта бізде 9 шығады. Бұл жерде біз x1-ді табамыз. x1-де минус 4 шығады, x2-де минус 1 шығады. Енді Көбейтішке жетейміз. көбейтішке жетеміз. Бұл жерде біз көп мүшелерді жазып алдың, иә? көп мүшелерді жазып алғаннан кейін оларды қысқартамыз. Сонда x плюс 1 қанша? 1 шығады. X плюс 1-ден жауабы 1 болады деген, иә? Жарайсың, отыра қой. Ал балалар, енді топ басшылары, енді сіздер біздегі оқушылар қанша балл жинады, соны айтып тұрсыңдар. Бірінші топ біз ертеден бастай қойып. Бірінші топтың оқушыларының алған балы Арай 8 балл, Нұрнұр 7 балл, Арқабай Назым 8 балл, Мержан 7 балл, Мадияр 8 балл, ал өзімен 9. Жарайсың. Дәл балдарын көрсе қойыңдар. Жарайсыңдар. Келесі топ. Bizning topda algan ballari Bulbul 8, Zaynab 7, Inju 6, Ramazan 8. Al men o'zim 8. Жарайсың. Ал балаларын көрсе қойыңдар. Келесі топ. Біздің үшінші топтың жинаған балы Ерман 6 балл, Назым 8 балл, Аршына 8 балл, Маржан 8 балл, Гүлнұр 7 балл, мен 9 балл алдым. Жарайсыңдар. Ал балаларын көрсе қойыңдар. Ал балалар, барлықтарың жарайсыңдар, өте жақсы тапсырмаларды орындадыңдар. Сіздерге рахмет. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды.